Жақындай бергенде барып байқады. Батар күн құлақтанып тұр екен. Таяқ жеген қатының көзіне талау қалыпты. Сашып тұрған сәулесі де ақ теңбіл, көк теңбіл, сары теңбіл боп, әлем тапырақтанып кетіпті. Масқара! Сойдақ сабырдың жүрегі дірілдесе қалды. Осы бір кішкене қыстақтың ішінде жан шошытатындай сұмдық нәрселер көп екен. Я, таң атпай жатып қатыны күнше. Әй, салау! Түнде ана түсімде немістер біздің разетті бомбалап жүр. Не дейін? Бомбалап жүр дейін. Кім? Немістер. Ой, қайдағыны. Ал жан кемпір, одан дана шай құралың дайында. Әбден алжиын деген. Ой, станцияның бойында Жүген Тоғайдың дүкеншісі Дабылбайдың жолға келген. Байғұстың жалғыз ағасы Ахметшіні аюлар тас лақтырып мерт қылып кетіпті. Масқара. Байғұс сиыршеді. Өзен бойынан Тоғайға кірсе, бір бақырған дауыс шығыпты. Мылтығын қолына алып, атын тебініп, Тоғайға кірсе, маймақ аяқ сауыншы қатынды қолтығынан жетектеп әлде қайда әкетіп барады екен. Жалма-жан тарс еткіз бауыр. Жан керек мақұлық. Мына қатынды тастай салып, қаша жөнелді. Енді міне, сол бір жапырақ қағаз жүректісін қаралай мұздатып келе жатқанда, Құдайдың күні одан сайын құлшылақтана түсті. Сонау шеттегі үйдің ығында қаңылдыр шелекті қаңғыратып ойнап жүрген текес торының 10 жасар қызы Бәкес. Темір жолда рельстерді тықта қырып жүрген соның әйелі Ажар. Сырмақ күртешесін киіп ап, ертелі-кеш жолға қарай тентірейді де жүреді. Ажар десе Ажар, екі беті қызыл алмадай албырайды да тұрады. Көзі тостағандай, көрген жанның көзінің жауын алып, жайраңдап жүруші еді. Бейбақ боп қалғанын әлі білмейді. Қайнаға, өзің үйде кісінен хат жоқ екен. Sabır deyim. Ya, yok. Ey sen! Ağulun sırttan ayudun kızı görmedin be. Ayudun kızı. Ay жоқ. Онда ештеңе көзіме шалынбады. Жаңа әскери шатып байқадым. Ауылдың туы сыртына аюдыңыз кетті. Аңырақтың аңғарына бара бергенде.
Ұялып тұрмын. Ай, алдыма түсін. Ажар сөйтіп, ауылға оралды. Апа, тәрек мені. Апа. Апа, оралдыңыз. Апа. Анашым. Апа, қаймате. Ай, көмек. Өлема, Ажаржан, болғай кетті. Ай, шалам, ай, шал. Ай, Ажаржан, кетті. Ай, кел бір уақыт су әкел. Ажар, қой Ажар. Аманқұлдың атыра келген аюын жұрт мәз-мейрам болып таласып қалды. Ей, мә! Бұл берік алсам. Ай, шалам, өшегізде Әкел бері! Дін ашпаған тек Ажар ғана! Аюда да! Ей, мә! Оның жынды арақ терсін қызықтаған абыр-сабыр жұртта да еш ісі болмады. Әкел бері! Ал Ажар болса, ол сонау көгілдір тауларға қарап, мелшиген күйі міз бақпай отыра берді. Ертесіне таңертең Ажар үз-түзсіз жоқ боп шықты. Жел жақтағы кермеге іліп қойған аю терісі де ізім қайым жоғалыпты. Арада бір апта өткен соң Аманқұл аңнан болдыртып қайтты. Екі көзі қызарып, бет алды күлгін тартып, қабағы салбырап кетіпті. Кемпірінің шайын бірер ұрттады да, төсек салдыртып, оранып жатып қалды. Көп тілге келген жоқ. Бар айтқаны, Ажар әнеукүнгі аюдың терісін бауырына басқан күйі, баяғы үңгірдің аузындағы қара тасты құшақтай құлапты. Қымбатты көрермендер, сіздердің тамашалағандарыңыз Әбіш Кекілбаевтың жүнді барақ әңгімесі бойынша Ақтөбе қаласы Фариза Оңғарсынова атындағы 41-ші мектептің оқушылары дайындаған сахналық қойылым. Әлия әлемі каналына тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса бөлісіп, пікір жазып, лүпіл басып, кері байланысқа шығуларыңызды өтінеміз. Сау саламатта болыңыздар.